Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Қазақстан Халық банкінің демеушілігімен жүзеге асып жатқан халық әуені жобасының гастрольдік сапары Жамбыл облысында басталды. Жобаның алғашқы концерті Қордай ауданында өтті. Рухани кешке 500-ден астам көрермен жиналып, салтанатты мемлекеттік би ансамблі ұсынған қазақ және әлем халықтарының билерін тамашалады. Концерт барысында әнші Диас Мұратхан халық композиторы Кенен Әзірбаевтың әнін орындап, көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Кеш соңында ансамбль әртістеріне Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі тарапынан алғыс хаттар табысталды. Бүгін Жамбыл журналистикасының қара шаңырағы саналатын Шерхан Мұртаза атындағы баспасөз үйіне Қазақстан еңбек ері, композитор, жазушы, журналист, суретші әрі өнер зерттеушісі Илья Жақанов арнайы келді. Әулие-ата медиа серіктестігінің шақыртуын қабыл алған ел ағасы облыстық басылымдарға мазмұнды сұхбат беріп, қазақ идеологиясы мен руханиятының дамуы төңірегінде ой бөлісті. Кездесу барысында Илья Жақанов өзінің 90 жылдық мерейтойына орай өңірде ұйымдастырылып жатқан мәдени іс-шараларға ризашылығын білдірді. Сонымен қатар осы жұмыстардың жүзеге асуына қолдау көрсетіп жүрген аймақ басшысы Ербол Шырақбайұлы бастаған азаматтарға алғыс айтты. Мәдениет және өнер қызметкерлері күнмен қатар келген тағылымды кездесуде жазылып алынған көлемді сұхбаттар алдағы уақытта облыстық Ақ жол, Арай газеттері мен Тектұрмаш журналында жарияланады. Тараз қаласындағы Талбесік этно орталығында мәдениет және өнер қызметкерлері күніне арналған салтанатты кеш өтті. Ашық аспан астында ұйымдастырылған мерекелік жиынға Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев арнайы қатысып, мәдениет саласының өкілдерін кәсіби мерекемен құттықтады. Кеш аясында ұлттық құндылықтарды дәріптеуге бағытталған түрлі мәдени танымдық алаңдар жұмыс істеді. Басқармаға қарасты мекемелер, мерейтой иелеріне арналған арнайы композициялық көріністер ұсынылып, келушілер назарына рухани мазмұндағы бағдарламалар ұсынды. Сонымен қатар ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылып, қазақ халқының батылдық пен төзімділік насихаттайтын дәстүрлі ойындары көпшілікке кеңінен таныстырылды. Мерекелік концертте Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясы өнерпаздары өнер көрсетті. Алғашқы болып сахнаға Асқар Тоқпанов атындағы облыстық қазақ драма театры әртістері шығып, тақырыптық театрландырылған қойылым ұсынды. Одан кейін мерекелік бағдарлама концерттік кешке ұласты. Астанада мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай көрермен қауым көптен күткен Қыпшақ қыз аппақ операсының премьерасы сахналанды. Тарих пен махаббатты астастырған туындыда соғыс пен саяси тартыстар кезеңіндегі бейбітшілік пен даналық идеясы кеңінен көрініс тапқан. Қойылымның негізіне Әзірбайжанның ұлы ақыны Низами Ганжауи мен Қыпшақ қыз аппақтың арасындағы махаббат хикаясы арқау болған. Аңызға сүйенсек, аппақты Низамиге Дербент әміршісі сыйға тартқан. Кейін екеуінің арасында шынайы сезім пайда болып, операда тек ғашықтардың тағдыры ғана емес, түркі халықтарының бірлігі мен еркіндікке ұмтылған рухы да бейнеленген. Шығарманың композиторы Серікжан Әбдінұров операны жазу жұмыстары 2013 жылы басталғанын айтты. Оның сөзінше жобаға қазақ музыка өнерінің көрнекті өкілі Еркеғали Рахмадиев себепкер болған. Ал қойылымның музыкалық жетекшісі Қазақстанның халық әртісі Абдул Мухиддин бұл туындыны қазіргі опера өңіріндегі ауқымды жобалардың бірі деп бағалады. Оның айтуынша шығарманың күрделілігі жағынан оны Аида операсымен салыстыруға болады. Аппақтың рөлін сомдаған Бибігүл Жанұзақ бұл образы шығармашылық жолындағы ең жауапты рөлдердің бірі екенін жеткізді. Оның айтуынша сахнадағы кей көріністерде ат үстіне қылыш тасып жүріп ән орындауға тура келген. Қойылымның көркемдік шешімі де ерекше дайындалған. Спектакль үшін 576 костюм тігіліп, 1000-ға жуық реквизит әзірленген. Мәдениет және өнер қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар өнер иелерін жоғары мемлекеттік наградалармен марапаттау туралы шешім қабылдады. Президенттің айтуынша төл мәдениет дамытуға, халықтың рухани дүниетанымын байытуға үлес қосып жүрген азаматтардың еңбегі ерекше бағалануы тиіс. Осы шешім аясында белгілі әнші әрі домбырашы Татьяна Бурмистрова көп жылдық еңбек үшін ең жоғарғы мемлекеттік марапат Отан орденімен марапатталды. Ол жарты ғасырға жуық уақыт бойы қазақтың дәстүрлі өнерін дәріптеп, жас буынға үлгі болып келеді. Сондай-ақ Қазақстанның халық әртісі Мақпал Жүнісова екінші дәрежелі Барыс орденіне ие болды. Мемлекет басшысы оның қазақ музыка өнеріндегі орнына ерекше тоқталып, халық арасындағы зор танымалдылығын атап өтті. Сонымен қатар Михаил Лермонтов атындағы ұлттық орыс драма театрының актрисасы Марина Ганцева үшінші дәрежелі Барыс орденімен марапатталды. Оның театр өнерін дамытуға қосқан үлесі жоғары бағаланды. Жалпы биыл елімізде 120-дан астам мәдениет және өнер қызметкері мемлекеттік наградаға ие болмақ.